Достар, бұл видео Дубайдан көлікті сатып алып, Қазақстанның нөмірін таққанға дейінгі жасалынған жұмыс жайлы және де кеткен шығын жайлы болады. Демек, видео с реальной историей. Адам баласы есейіп, ақыл тоқтатқаннан кейін, осы мен халқыма бір жақсылығымды тигізейінші деген бір ойға келеді. Осы видеоны түсіруге де сондай ойлар маған түрткі болған. Құрметті достар, менің ойымша әрбір қазақ бай болу керек. Сол байлыққа сай, білімді, иманды болу керек деп ойлаймын достар. Ой, бәлә! Шығатын жағы аяқпын. Елімізде күн сайын көлікке сұраныс өсіп келеді. Басы істеп кеткендер соны пайдаланып, көліктің бағасын өсіріп жатыр. Оларды түсінуге болады, ақша бәріне қажет. Бірақ амалсыздан қарапайым қазақтар өзімен құрдас не болмаса өзінен үлкен көліктерді әлі де мініп жүр. Бұл видео Дубайдан автокөлік тақырыбында ізденген жандар үшін түсірілді. Әйтеуір көргеніммен білгеніммен бөлісейін деп, бір керегіне жарап қалар деп түсірдім ағайын. Мен ақын, филолог емеспін. Тіпті бұл канал енді қазақ тілінің әдемілігі туралы емес. Бірақ менің шала не қате, не болмаса орысша сөйлегенді күтіп отыратын жандар бар, оны мен білем. Сондықтан да специально вот эти и другие русские слова для вас. Енді смело осы видеоның астында «Әй бала, сен неге осы орысша сөйлей бересің? Қазақ тілін білмейсің ба?» деген комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде ұялмай, как положено. Ал ендеше сіздермен шолуда KZ. Менің есімім Думан Айсин. Осы каналда біз саяхатқа қатысты нәрсенің бәрін түсіреміз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Жалпы өмірдің өзі саяхат емес. Қазақ тілі үшін бір лайк, қазақ елі үшін бір подписка достар. Қазақша контентті бірге өсірейік. Өз жазғанымды өзім оқып отырам. Сіздер үшін ештеңе естен шығып кетпеу үшін бәрін жазып алдым. Ал ендеше мен көлігімді Шарджадағы базарынан таптым. Шарджа көлік базары өте үлкен, жақсы вариант табу үшін кем дегенде 1-2 күн кетіп қалады достар. Бірінші барғанда не деген выбор деп ойлайсың, шыны керек ана жерде бар ғой. Зерттей келе сау машина табу қиын екенін түсінесің. Ну нахер. Әрине жүрілмеген көліктер де бар, олардың бағаларын төмендеуін ғана іздейсің, ал жүрілген көліктің шаруасы көп, достар. Ал ендеше осы видео нақты 2020 жылғы Hyundai Sonataға арналады. Бұл көлікті мен көп іздемей бірден ала салдым. Ендеше мінекей, тамашалаңыздар. Қазақстанға келген түрі осындай. Дубайдан келген көлігім осы. 2020 жыл, айтып өткендей 21 модель деп олар көп қолданады екен сондай сөздерді. Кейде моделімен жылы сәйкес келмейді, шыққан жылы. Соны байқап жүріңіздер. Мінекей. Іші бұл комфорт комплектациясы. Іші простой. Дубайдың көп автокөліктерінде подогрев сиденье жоқ. Енді бұл комфорт болғасында сондай шығар. Бірақ одан басқа көптеген функциялар бар. Удержание по полосам, антизанос, одан кейін автохолд бар бұл жерде. Өте ыңғайлы функция. Светофорға келіп тоқтаған кезде сол басылу тұрса, тормозды бір басасыз да, аяғыңызды алсаңыз болады, машина тұра береді орнында. Одан кейін тағы да бұл машинаның бір ерекшелігі, светофорда ұзақ тұрсаңыз, машина өшіп қалады. Газды басқан кезде қайтадан қосылып жүріп кете бересіздер. Өте ыңғайлы. Бұл бензинді өнімдеу үшін жасалынған деп ойлаймын. Мінекей алда осылай, және артыңға сиденьялары осылай. Айтпақшы достар, мінекей антифриз алып қойдым. Негізі сол Дубайдың антифриздары бізге жарамайды дейді, қатып қалады дейді. Бұл рас па өтірік па? Кім біледі, жаза кетіңіздер комментарийда. Сол ауыстырайын ба, ауыстырмайын ба деп жүрмін. Бірақ бір проблема болған емес. Так,
идем дальше. Мінекей қараңыз. Бұл жерде машинаның шыққан жылы жазылады. Қараңыз. Не қойын ба? 17-20 года дейді. Көрдіңіздер ме? Енді капотын ашып көрейік. Получается, бұл машина осы жерден бір удар алған. Мінекей дым көрінбейді. Қатты зақым келген жоқ. Доңғалағына да қатты сеңіп алған жоқ. Мына жерден бір болды. Удар былай ойылған, және де алдыңғы бампер алысқан. Алдыңғы бамперіне удар келді, бірақ получается, несі крылолары, капоты бәрі родной краскасында. Мотор мінекей осындай GDI моторы. Тағы да өздеріңізге керек болып қалар деп ойлаймын. Мінекей именно GDI 2D5. Бұған Дубайдан келгесін майды ауыстыру керек. 6 литр 200 грамм май кетеді екен. Маған Шымкенттік балалары енді білмей 4 литр құйды, таразға дейін жеттім. Майын тексерсем, уровень көрсетпейді мүлден. Сосын Hyundai центрге звондап біліп алдым. 6 литр 200 грамм май кетеді екен, достар. Бұл машинада, получается, 191 аттың күші бар. Мощный, енді жұлқиды. Мощный. Менде өзімде, получается, Kia Sorento. Ол да 2D5, бірақ мынаның күші көптеу сияқты жүрген кезде. Енді Sorrentoның өз плюстары бар. Себебі бұл 7 орындық автокөлік Sorento. Ал Hyundai Sonata осындай 16 диски. Қазір қысқы резинасын 215-60 16 қойдым. Шымкенттен бірден ауыстырып алдым. Әдемі машина, маған өте ұнайды. Бұл бірақ бұны мен сатуға келдім, достар, есті что? Сатылады. Дубайдағы логистикалық компания осы көлікті запаспен 35 күнде жеткіземіз деп айтқан еді. Бірақ по факту машина 68 күнде келді, достар. Тағы да бір аптаға кешіккен кезде бұл машинаның утиль сборы 2 есе қымбат болатын еді мен үшін. Себебі 3 жылға дейін утиль сбор бір баға, 3 жылдан асса утиль сборы екінші баға, енді сәл қымбаттау болды. Сөйтіп бұл 4-5 октябрь күні алынған машина желтоқсанның 13 күні келді. 13 желтоқсан күні маған өзге ұлт өкілі хабарласып, жартылай орысша, жартылай өз тілінде, қазақ тіліне ұқсас тілде әйтеуір, маған машина Шымкент қаласына келгенін айтты. Содан соң машинамды таможенный зонаға кіргізіп, соның СВХ-сына қалдырды. Наконец-то дождались. Шарджадан Шымкентке дейінгі доставкаға, логистикаға жеткізу не десек те болады шығар, $1900 кетті менде. $1900. Ол кезде курс 480 еді. Ал одан кейін төлемдер басталады, достар. Машина келгеннен кейін ең бірінші алынатын құжат бұл свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Осыны неге қазақша жазбайды деп, ұрсып жеріңіздер кімді обязательно. Ал енді осыдан кейін төлемдер басталады. Жаңағы свидетельствоны алу үшін 60 мың теңге бересіз. Одан кейін құжаттар брокерға беріліп, бірінші төлем, содан кейінгі таможенный сбор, бұл 20 мың теңге. Таможенный пошлины 808.300 теңге. НДС 746.100 теңге. Бұл төлемдер Hyundai Sonata, естеріңізге салып кетейін, 2020 жылғы объемы 2D5. Әрмен қарай услуги брокера 75 мың теңге. Әйтеуір Каспи аман болсын дейміз ғой. Осының бәрін Каспимен төлеп, чектерін брокерға жібересіз. 1-2 күнде брокер құжаттарыңызды реттеп дайындап береді. Одан кейін утиль сбор деген бұл қазақтың басына түскен бір бәле, шын керек. Бұл ақшаның қайда кеткенін де білмейміз, қайда кететінін де білмейміз, төлеу де бір жыр. Осыны төлеу үшін сізге счет на оплату керек, оны қалай алуға болатынын миым жеткен жоқ, шыны керек. Сол жерде әйтеуір көмекшілер бар, солардан сұрап, солар Егов арқылы маған счет на оплату шығарып берді. Содан соң мен Халық банк бөлімшесіне бардым. Ақшам Каспи карточкада болды, оны шештім, оған процент алынды. Каспи карточкасымен де төлеуге болады, бірақ ол көбірек процент алады Халық банк. Сондықтан да шешкен
дұрыс деп ойладым да наличный ақша апарып халық банктың счетына салдым. Өз счетыма олар менің счетымнан сол утилизборды алатын компанияның счетына жіберді. Бір суткадан кейін утилизбордың құжаты дайын болды. Ол QR ретінде PDF форматында. Соның көшірмесін соңға апарсаңыз сол жеткілікті. Бүкіл құжаттармен қосып спецсонға апардым. Тағы да айтып өтейін, 2020 жылғы 2/5 көлемді Hyundai Sonataға утилизбор менде 765.750 мың теңге шықты. Бөлек санамай ақ қойыңыз, видеоның соңында мен нақты қанша ақша кеткенін мен сіздерге жазып өтемін. Утилизбор төленді деген құжат дайын болғаннан кейін мен Шымкент қаласындағы Continental Logistics Шымкент атты жерге бардым. Бұл аэропорттан 5-6 шақырым жерде орналасқан. Бұл таможенный зона. Соның СВХ-сына 5000 теңге төлеп машинамды шығардым. СВХ дегеніміз склад временного хранения. 15 күнге дейін 5000 теңге төлейсіздер. Ал бұл жерде енді шетелден келетін машиналардың барлығы тұр. Осы жақын арада келгендердің бәрі СВХ, Шымкенттің СВХ-сы. Так, біз машинамызды іздейік. Чисто міне бәрі жаңа машиналар тұр. Келгендер. Так, біздікі мынау сияқты. Ай, бәрекелді. Қарап кеткен. Таможенің бүкіл құжаттарын алып, машинамды сыртқа шығардым, бірақ машинаның не техпаспорты, не нөмірі жоқ, әрине де. Онда машинамен қалада жүруге болмайды, жүргізуге болмайды. Сондықтан эвакуатор шақыруға тура келді. Эвакуаторды шақырып, мен осы Шымкент қаласында 3-ақ спецсон бар екен. Соның біреуінде ғана машинаға осмотр жасайды деп айтты маған жігіттер. Сондықтан мен осы Ташкент трассасындағы спецсонға бардым. Спецсонға кіріп, машинаны первичный учетқа қоямын деп айттым да, талонды алып, өзімше мәз болып жүрдім, сол жерде қуанып. Одан кейін бір досыма хабарластым, ол да Дубайдан машина алған. Сөйтіп маған сұрап жатыр, Думан, осы сен Дубайдан алған техпаспортты және де инвойсты орысшаға не болмаса қазақшаға аудардың ба дейді. Мен жоқ дедім, аударатынын да білген жоқпын. Қайттан ресепшнға барып сұрадым, осындай құжаттар маған керек па десем, әрине керек, первичный учет қой деп жатыр да. Біз әйтеуір бірдеме болса біреуден көретініміз бар ғой. Мен сол кезде айттым да ол кісіге, аға бірден айтпайсыз ба, мен бұл жерде 1 сағат жүрмін ғой десем, енді балам қайтайын, адам көп деп айтты маған. Енді оған да реніш жоқ. Білмегенімізді өзімізден көрейік достар. Әрмен қарай бұл құжатты, бұл аударымды кез келген аудармашы жасамайды, және де бұл аудармасы нотариустың қолымен заңдастырылу керек. Мінекей. Оны да кез келген нотариус жасамайды екен. Әйтеуір үйтіп Шымкент қаласынан таптым. Оған да біраз уақыт кетеді. Негізі енді контактыларым бар, хабарласыңыздар, кімге керек болса жазыңыздар. Аудармашы аударып, нотариус заверить етіп, құжаттарын дайындап беріп, таксимен ұшып бардым, алып келдім. Түс қайта уақыт болды. Кешкі 16:00 сөйтіп қайттан кірдім спецсонға, осмотр жасап спецсонға кірдім. Сөйтсем базалар істемейді екен. Енді амал жоқ, ертең келіңіз деді. Басым салбырап, әйтеуір машинамды сол парковкада қалдырып, түнгі Шымкентті аралайын деп кеттім. Келесі күні түгелдей құжаттарымды дайындап, таңғы 9-да спецсонда болдым. Сөйтіп специалистқа бардым. Енді тағы да бір сұрақ туындады. Негізі менің машинам 2020 жылға, 2020 жылғы биркасында да сөйтіп жазып тұр. Бирка бұл есікте болады. Ол жерде машина 2020 жылы деп жазылып тұрады. Бірақ Дубайдың техпаспортында бұл жазылмайды екен. Ол жерде ағылшынша модель 2021 года деп жазылып тұрады. Енді бұл жерде спорный вопрос. Спецсонның балалары сұрап жатыр, енді машинаңызды қалай қоямыз дейді. Мен шыққан жылы мен қоясын дедім. Енді спорный вопрос, әйтеуір үйтіп бастықтарына барып шештік. Машина 2020 жылы деп маған техпаспорт берілді. 1 сағат 50 минуттан кейін номерімді алып мәз болып кеттім. Енді Дубайдан машина алған кезде байқаңыздар достар.
олар көбінесе модель 2021 не болмаса модель 2022 модель 2023 деп жазып тұрады. Мен 22 жылы Дубайда жүрген кезде осы получается уже былтыр да, сол кезде 23 жылдың модельдер деп жазады да. Біз енді ондай понятие жоқ қой бізде, сәл шатастыратын нәрсе. Соған мұқият болыңыздар, барып 23 жылдың 22 жылдың машинасы екен деп ала салмаңыздар, жаңағы биркаларын қарап жүріңіз. Айтпақшы достар, машинаңыз 3 жылға толса, первичный учетқа сіздер 153.150 теңге төлейді екенсіздер дополнительно. Егер мен машинам 2021 жылғы болса, бұл ақшаны мен төлемес едім. Демек, машинаға 2 жыл болатын еді. Ал енді қорытындылай келе, перевод техпаспорта инвойса 7700 теңге, және бар деген таксиң бар, первичная регистрация 153.150 теңге, не үшін айттым жаңағы. Одан кейін техпаспорт 8576 теңге, номер 3828 теңге. Машина шетелден келгеннен кейін майна ауыстырасың әрине де, оған 25 мыңдай кетті менде, және де қыс болғасын зимний резина алдым. Бұл да 150-130 мың теңге кетеді ақша. Және де жолың бар. Шымкентте тұрсаң жақсы, енді басқа қалаға барсаң, енді жолында есептеу керек. Жалпы енді мен Дубайдан 18 мың долларға алған машинам. Бұл ол кездегі курс 480 теңгеге шаққанда примерно 8,5-8 миллион 700 мың ба сондай төмен шықты. Сол жерден осы ақшаға алынған машина Қазақстанға, осы Алматыға келгенше 12 миллион 350 мың теңге болды достар. Ал ендеше өздеріңізге сұрақ, бұл көліктің еліміздегі бағасы қандай, және де қандай бағаға сатуға болатынын жазып өтіңіздер, егер білсеңіздер. Тағы да бір жақсы жаңалық, жақын арада мен Грузия еліне барып, ол жердегі автокөлік базарын түсіремін. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Шолуда KZ, менің есімім Думан Айсин. Шолу бізден, таңдау сізден болсын ағай. Дубайдың авторыногында жүрміз. Мына машиналарды негізі бірінші рет көріп жатырмын. Рам дейді, Форд. Мыналардың машиналары дәу екен. Менің бойымнан үлкен ойналар. Қалай отырады мына машинаға? Менің бойым, между прочим, 1,70 м. Мына машиналар, я не знаю, для кого предназначен. Сейчас еще вообще офигеете. Мына машина не мынау. Мына машина, трактор сияқты ғой мынау. Не на высоте еще. Капец. Нам есігін ашу үшін. Ішін көру үшін былай Дуан, мені қара, ішін көру үшін былай қарап Мына жерге енді нормально соғым сияды енді. Бір екі бас жылқы үшеуі сиіп кетеді ау. Негізі мына жердің машина, осы бутик па немене енді? Шоурум. Шоурумның машиналары кәдімгідей үлкен дерзкий қарашы мына машина. Брутальный да? Арабский шейхтардың машинасы. Хорошо, ну. Форд. Қанша тұратын бағасын оқып жіберген? Бағасы 245 мың дирхам. Долларға айналды. 245 мың дирхам бұл... Қанша тұрады, примерно? Көбейте салыңыздар. Қазір жазамыз. Бұл жердің бағасының барлығы дирхаммен айтады екен. Доллармен өздері тұрады, осылай есептеп.